Қайырлы кеш достар. Бүгін балаларды алып күшті жерге келіп қалдық. Біздің ауданымызда бір кәсіпкер осындай кішкентай болса да каток ашып қойыпты. Мұз айдыны деп қояйын. Ол мен қызды ертіп алып, сол катокқа келдік. Енді бағасы қымбат емес, ауылдық жерге, енді бізде аудан орталығы болғанмен ауыл болып есептеледі ғой. Шамалы халқы бар. Сол бала кешқұрым, міне қарағанда балаларын ертіп келіп жатыр екен. Көңілі қуанады кәдімгідей. Аудан орталығында бұндай жердің ашылуы балаларға қуаныш сыйлайды. Сөйтіп балаларымызға екі конькиді кіргізіп, мәз мейрам болып екеуі бірталай зырғанады. Менде қызым енді өзі зырғанау біледі, ал кішкентай ұл бізде былтыр бара алмаған болатын конькиге, кіргізбедік, жасың жетпейді деп. Биыл сол қаңтар айында ағалармен, апалармен барып зырғанады. Мекадағы конькиге енді екінші рет келіп тұрғаны осы міне. Бірақ көп әкеле берсе үйренетін сазы бар екен. Соған қарағанда папасының құлағына алтын сырға көп әкелу керек екен. Баласы сырғанақты жақсы тебетін болып шығу үшін. Өзінің үйренем деген несі, мақсаты жақсы. Мен келесіде мүлдем күшті сырғанайтын боламын да, мама, мен деген үйрене алғанмын да, манағыдан мен үйрендім деп өзі кәдімгі қуанып, сонымен барлығымыз қуанып, мен кішкене тонын қарап қалдым, сөйтіп үйге қайттық.